Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін квартирада болған бір қызықты оқиғаны айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бір квартирада Кана, Мара және де Бока есімді үш жігіт тұрады. Кана мен Мара бұл екеуі бір жұмыста жасайды, яғни бір дүкеннің бір грузчигі болады. Олар күндіз жұмыс жасайды. Ал Бока болса ол бір складта бір охранник болып жасайды, яғни түнде жасайды. Сол үшеуінің жұмысы әртүрлі болады, яғни жаңағы Кана мен Маранікі таңертең, жаңағы Боканікі түнде болады. Кана мен Мара күндіз жұмысқа кеткен кезде Бока күндіз ұйықтап жатады, ал Кана мен Мара жұмыстан келген кезде Бока жұмысқа кетіп қалады. Сөйтіп олар квартирада ауысып жүреді енді. Бір күні Бока жұмыстан келіп, кезекті жұмысынан келіп, ұйықтайын деп жатқан кезде көрші квартирадан бір ыңқылдасқан дауыстар шығады. Кәдімгідей бір қаланың үйлері ғой, енді өздеріңіз білетіндей стеналары бір-біріне жақын болады, сондай бір сапасыз үйлер болады. Сол жерде бір қыздың бір ыңқылдасқан дауыстары шығып жатады. Бока тұрды да, мынау не дауысы бүйтіп бір 3-4 минуттай бір есі тұрады жаңағы. Сөйтсе квартирада сондай бір жалдамалы квартира екен, бір күнге берілетін, сөйтіп адамдарды бір перісіп кететін бір жалдамалы квартира болады. Бока кәдімгідей күндіз жұмысынан келіп ұйықтап жүреді енді. Ал сол жаңағы ыңқылдасқан дауыс күнде қайталана береді. Себебі ол квартираға күнде бір неше түрлі адамдар келіп перісіп кететін болады. Бока да енді бұны ести беріп енді бір жаман ойға беріледі. Бір нәпсісі қозып жаңағы дауысты естігеннен кейін бір өзі де бір қызбен болғысы келеді енді. Болғысы келеді да бүйтіп ары ойланады, бері ойланады. Не істесем екен, бір қызға барып қайтсам екен, әлде көтімді қысып бір жерімді қысып жүре берсем екен, қалай шындасам болады, енді бұларға да бір айтсам бір ыңғайсыз болады енді деп бір ойланып жүреді. Ары ойланады, бері ойланады, жаңағы дауысы күнде естиді енді. Бока енді бір күн енді мыналарда бір мазаны қашырып жүреді, болмасам енді бір қызбен болмасам болмайын деп, болмасам күнде ыңғайсыз болып кетті, бір жағынан нәпсім қозып кетті енді. Қашан қозып жүруім, бір рахаттанып болмайын ба деп жаңағы Бока енді сайттан бір қызды үйіне алдатады енді. Өзімен жас қызды үйіне алдатып, сол екеуі бір сағатта кәдімгідей қызды Бока деген қозған соншалықты шешіндіріп, айымалап, қосанарынан сүйіп, жаңағы барлық жерін сүйіп, жалап шығады енді. Кәдімгідей қызды деген қозған соншалықты. Қыз енді Боканың деген сайманын жақсылап тұрып, аймалап, кәдімгідей аузын алып, кәдімгідей жақсы болып, кәдімгідей екеуі сол жерде ары ойнақтап, бері ойнақтап, кәдімгідей төсектің дауысын қызырт еткен дауысын қатты шығарып, 4-5 сағат бойы кәдімгідей ойнақтап шаршамай, кәдімгідей 2-3 рет тастайды енді. Кәдімгідей бұдан риза болған Бока деген сол болғаннан кейін кәдімгідей шаршап деген ұйықтап болады сол жерде. Жаңағы қыз болса кетіп қалады сол жерден. Ертеңгісі күні Бока кәдімгідей жұмыстан келіп ұйықтайын деп жатқан кезде жаңағы сайманы ауыра береді. Кәдімгідей сайманы бүйтіп қышып, кәдімгідей ауыра береді. Кәдімгідей Боканың жанына батып кетеді ауырған. Бока айтыпты, мынаны жүрсім болмайды, что-то дәрігерге бармасам, менің сайманым ауыра беретін болып, кәдімгідей жаңағы уролог деген бір дәрігерге барады. Урологқа барса, Боканың мүшесі жаңағы бір микробтарды жұқтырып алған болады. жаңағы алдында бір қызбен жатқаннан кейін жаңағы сайманына бір бактериялар жұғып, микробтар пайда болып, енді мүшесі кәдімгідей дәу болып ісіп кетеді. Микро ісіп кетіп, жаңағы уролог оны қарап, оған диагноз қойып беріп, кәдімгідей дәрісін жазып береді енді. Одан кейін дәрісін Бока жазған дәрісін ішіп, кәдімгідей
жаңағы дәрігердің айтқан екі етпей жасап жүреді, кәдімгідей мүшесін сақтап, кәдімгідей жылы киініп, кәдімгідей жаңағы мүшесіне өзіне қамқорлық жасайды. Одан кейін енді баука деген мындай қыздар жалдау, жаңағындай төсекке барып, анау мынау деген адамдармен вообще болмайтын болады. Яғни сөйтіп жұмыс жасап жүріп, өзімен жасты бір әдемі қызбен, тәрбиелі қызбен танысып, ары қарай отбасын құрып, ары қарай бала шағалы болады достар. Сондықтан да енді мына жағдайға қарап өздеріңіз де сабақ ала бересіздер деген ойдамын. Осындай бір қазіргі таңда осындай жағдайлар, неше түрлі жағдайлар өте көп болып кетті. Сондықтан да бұндай нәрселерден сабақ алып, бұндай нәрселерге бармай, керісінше өзіңізге лайықты бір әдемі қыз тауып, онымен танысып, үйленіп, ары қарай отбасы болыңыздар. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.